ұлағатты ұстаздар, барымыздар, құрбы-дос жарандар, қарсы алысып сәлем бердің бәріне, сәлем беріп басы иіле дей отыра, мектеп жандағы интернаты бар, жалпы орта білім беретін номер 6 мектеп, 8 Б сынып оқушысы Алпыс Балнұр. Мен өзімнің кілт сөзімді айта кететін болсам, табиғат шипалы бұлақ және де саябақ бағам. Өзімнің философиямды айтатын болсам, табиғаттың сұлулығы жанның тыныштығы деп Абай атамыз бостан-бос айтпаған. Айналамыздағы ормандар, өзендер мен таулар үйлесімі табиғаттың ғажайып әлем екендігін дәлелдейді. Бұл сұлулық адамдарға рухани тыныштық сыйлап, денсаулық пен өмір сүру салтын арттырады десек те болады. Мысал келтіре өтсем, Тарбағатайда Өкпетті баурайындағы шипалы бұлақ суын айта аламын. Денсаулыққа пайдасы өте зор. Тіпті ол асқазанға, иммунитетке және де бүйректі дұрыс қалпына келтіреді. Және де мен оның жай ғана суын айта қоймай, балшығын айта кетсем. Балшығы адамның денесіне өте жағымды. Тіпті денеге шыққан әрбір бөлікпелерді кетіреді. Әрине ол бірден нәтиже бермесе де, бір-екі рет жаққаннан кейін нәтиже береді. Мен сіздерге соларды қолдануға кеңес беремін. Және де өзімнің ұсыныстарымды айтсам, шипалы бұлақтың өзіндік емдігімен ерекшелігі жағдайы төмен отбасыларға, не болмаса қарт қарияларымызға жеткізсек деймін. Өз аяқ өзімді айтатын болсам, Абай саябағын айтар едім. Онда демалыс орындықтары өте көп, тіпті молынан орналасқан десем де болады. Ол экология жағынан гүлдер адам көңіл күйін көтере отырып, оның психологиясын дұрыстайды. Яғни біздің гүлдер көзімізге өте әдемілік береді. Әсемділік десем де болады. Тіпті бұл жерде балалар сауық орталығы да орналасқан. Өте ыңғайлы жерде десем де болады. Үшінші аргументке мен біздің өзіміздің мектебімізді алайын деп шештім. Мектеп түлектері әр жыл сайын ағаштар отырғызылады. Әр ағаш ғажайып әлем бағына айналады. Нақтылай кетсем, әсемділік сыйлайды. Және ағаштар көлеңке сыйлайды. Сонымен қатар біздің сол ағаштарымыз бізге азот береді. Ал ол біздің денсаулығымызға өте көп пайдасын тигізеді. Және де көркемдік сыйлайды. Яғни біздің көзімізге көз бояушылық арқылы біздің ағаштар өте керемет екендігін басқа адамдар көктем келген кезде жайқалғанын көре отыра тамсана қарайды деп ойлаймын. Ал мен өзімнің ұсыныстарымды айтатын болсам, осы экологияны дамыта отырып, әр адам өзінің басқарып отырып, қоқыс тастамауларына жауап берсе екен деймін. Армысыздар, ардақты асыл халқым, сәлемдесу ежелден ата салтым дей отыра. Мектеп жанындағы интернаты бар, номер 6 жалпы білім беретін 8 Б сынып оқушысы Қызрахмет Аяулым. Және үкімет тарапынан тақырып айтылып өткен болатын. Үкімет тарапындағы бірінші спикер Балнұрмен мен мүлде келіспеймін. Себебі бірінші мәселені қарастырсақ, шипалы бұлақ. Шипалы бұлаққа кісілер ол жаққа емдік су үшін барады. Оның жолы жазда шоқалап, қыста көктайғақ, адамдарға жүріп тұрысы өте қиын. Екінші мәселе Абай саябағы. Балнұр, бұл жайтта да сізбен келіспеймін. Ол жерде демалыс орындықтары көп болғанмен де қоқыс жәшіктері өте аз. Оны біз қайдан байқаймыз десеңіздер, оның қасындағы экологияны ластап жатқан қоқыстардан байқаймыз. Ол бәріміз білетіндей адамның тыныш жолдарын бітейді. Үшінші мәселе бойынша Балнұр сізбен тағы да келіспейді. Біздің түлектеріміз жыл сайын ағаш отырғызғанмен де не көбеймейді, не пайдасын тигізбейді. Ағаш отырғызып уақыттарын құртқанша ғылыми жолдарға бағыттай отырып, мысалы, күн энергиясымен жұмыс істейтін шамдар орнатсақ болады, айналма механизм, желдеткіштер орнатсақ жақсы әсерін тигізеді деп ойлаймын. Және де оқушыларға ғылыми жолдарға бағыттай аламыз.